Қайырлы күн, құрметті оқушылар. Бүгін біз сіздерменен қазақ тілі сабағынан өтетін жаңа тақырыбымыз музыка және классикалық туындылар туралы түсінік. Қазақ музыка өнерінің арналары деп аталады. Оқу мақсаты: идеясы ұқсас публицистикалық және көркем әдебиет стиліндегі мәтіндердің тақырыбы, құрылымы, мақсатты аудиториясы, тілдік ерекшелігін салыстыра талдау, жанрлық және де стильдік ерекшелігіне сай көркемдегіш құралдарды орынды қолдана отырып, шағын мақала, нұсқаулық, әңгіме құрастырып жазу. Бағалау критерийі: идеясы ұқсас публицистикалық және көркем әдебиет стиліндегі мәтіндердің тақырыбы, құрылымы, мақсатты аудиториясы, тілдік ерекшелігін салыстыра талдайды, жанрлық және де стильдік ерекшелігіне сай көркемдегіш құралдарды орынды қолдана отырып, шағын мақала, нұсқаулық, әңгіме құрастырып жазады. Публицистикалық және көркем әдебиет стиліндегі мәтіндердің тілдік ерекшелігін салыстырып, жазба жұмысын орындауда тиімді қолданады. Шынайы өмірмен байланыстыра отырып, шағын мақала, нұсқаулық, әңгіме құрастырып жазады. Сабағымызды бастамас бұрын музыканың шығу тарихымен танысайық. Музыканың шығу тарихы. Музыканың шығу тарихы туралы аңыз көп. Музыка зерттеушілері оның адамзатпен бірге пайда болғанын, сонау палеолит заманынан бастау алатынын айтады. Адамдар қоршаған ортаны тани бастаған кезде айналаның бәрі музыкаға тұнып тұрғанын байқаған. Құстар мен жан-жануарлардың үні, ағаш жапырақтарының тербелісі, жауған жаңбыр мен өзен ағысы бәрі үн шығарады. Алғашқы адамдар тастардан, ағаштар мен сүйектерден алғашқы музыкалық аспаптарды жасаған. Ежелгі гректер музыканы Құдайдың сыйы деп түсінген. Әйелдер балаларын ыңылдап әуенді ырғақпен жұбатқан. Олар мұндай ырғақтың адамның эмоциясына күшті әсер ететінін сезген. Осылайша әндетуді үйренген. Бұл алғашқы музыка еді. Музыка адамдардың өмір тағдырын, көңіл күйін, қуанышы мен ренішін көрсете алатын ерекше құбылыс. Қазір сан түрлі аспаптар бар. Мысалы, әуезді скрипка, сиқырлы да сазды арфа мен фортепиано, өткір дыбысты труба, тағы да басқа. Ал бұл аспаптардың басын қосатын оркестр. Дүниенің әр бұрышында дүниеге келген сан алуан музыканы тыңдай отырып, сол халықтың тыныс тіршілігін, әдет-ғұрпы мен мәдениетін тани аламыз. Музыкалық жанрларға ән, әнұран, серенада, опера, оперетта, симфония, концерт, романс, реквием, тағы да басқа жатады. Классикалық туындылардың шығу тарихы осындай екен, балалар. Ал қазақ музыка өнерінің басталуы Қорқыт атадан негізін алып жатыр. Қазақ музыка өнерінің арналарына көне түркі дәуірінен ұлт болып қалыптасқанға дейінгі аралықтағы музыка мұралар енеді. 8 ғасырда сыр бойында өмір сүрген Қорқыт ата ежелгі түркілердің көрнекті ағартушысы, ойшылы, ақын, сазгер, күйші, халық даналығын жинаушы. Өзінің философиялық толғамдарында өмір мен өлім мәселелерін көтереді, мәңгі өлмеудің жолын қиялымен іздестіреді. Аңыз бойынша ол ақ түйеге мініп, дүниенің 4 бұрышын кезеді. Бірақ қайда барса да алдынан қазылып жатқан көр кездеседі. Кімге қазып жатырсыздар деген сұрауына Қорқыттың көрі деген жауап алады. Содан кейін өлімнен қашып құтылуға болмайды екен деген қорытындыға келеді. Қорқыттың есімін көшпенді түркі тайпалары ежелден қастерлеген. Оның музыкалық мұрасы орта ғасырлардағы Оғыз тайпасының өмірі менен тұрмыс тіршілігін бейнелейтін тамаша көркем ескерткіш. Қорқыт атаның біздің заманымызға жеткен 11 тамаша күйі бар. Олар ұшардың ұлуы, елім-ай, халқым-ай, сарын, қоңыр, желмая және де тағы да басқа. Ал әлем классиктері туралы не білеміз? Артық болмас білгенің. Людвиг ван Бетховен, немістің ұлы композиторы, дирижері және пианисті. Венаның атақты 3 классиктерінің бірі. Элизаға шығармасын Бетховен өзінің өте жақсы оқушысы және де шығармаларының тамаша орындаушысы Элизабет Реккельге арналған. Вольфганг Амадеус Моцарт. Вена классикалық композиторлар мектебінің көрнекті өкілі, бірнеше аспапта шебер ойнаған дирижер. Ол 50 симфония, опера, соната,
квартет және тағы да басқа әртүрлі жанрларда көптеген шығармалар жазды. Түрік маршы үлкен шығармаларының бір бөлімі. Балалар, осы тыңдалған оқылым мәтіндерін негізге ала отырып, мәтіннің тілдік ерекшелігіне талдау жасаймыз. Берілген критерийлерге сәйкес, екі мәтіннің айырмашылығы менен ұқсастықтарын ерекшелігін салыстыра отырып талдау жасаймыз. Дескриптор мәтіннің тілдік ерекшелігін анықтайды, мәтіннің құрылымын талдайды. Келесі тапсырма. Мәтіндегі қою қаріппен берілген сөздер мен фразологизмдерді синонимдермен ауыстырып баяндаңдар. Ауыстырған сөздерді дәптерімізге жазамыз. Мәтінді мұқият тыңдайық. Бір жесір кемпірдің жалғыз баласы болады. Ол құс салып ит жүгірткен саятшы екен. Қашқан аңды құтқармайтын ұшар деген тазысы желмен жарысқан жүйрік аты бар екен. Күндердің күнінде жігіт кенеттен қайтыс болады. Сол кездегі елдің әдет ғұрпы бойынша өлген кісіні жерлегеннен кейін жұрт қолын жаңартып, басқа жерге көшеді екен. Жаңа орынға көшіп келгеннен кейін кемпір баласынан қалған көз тазын іздесе, ол үшті-күйлі жоқ болып шығады. Ескі жұртта қалған шығар деп бұрынғы қоныстарына қайтып келсе, айтқандай-ақ, ұшар иесін қиып кете алмай, мола басында сай сүйекті сырқырата аспанға қарап ұлып отыр екен. Мұны көрген анасы да, жалғызымнан айырылдым, қанатымнан қайырылдым. Ұшар, ұшар, ка деп аңырайды. Ен далада жалғызының артында қалған ана мен иесінен айырылған тазы қос мұңлық қосылып күңіренеді. Қорқыттың осы оқиғаға байланысты тебіреніп шығарған күйі ұшардың ұлуы деп аталады. Дескриптор фразологизмдердің синонимдерін табады, мағынасын ажыратады. Қорқыт атаның осы оқиғаға байланысты шығарған ұшардың ұлуы атты күйін Жанар Жүсіпованың орындауында тамашалайық. Жақсы балалар, ұшардың ұлуы атты күйді тамашаладық. Енді ары қарай сабағымызды жалғастырайық. Жазылым тапсырмасы. Төмендегі мақал-мәтел, нақыл сөздердің қайсысының өнерге, музыкаға қатысы бар? Қажеттісін пайдаланып, оқылым мәтініне қорытынды жазыңыздар. Дескриптор. Өнер мен музыкаға қатысты мақал-мәтелдерді ажыратады, тақырыпты шынайы өмірменен байланыстырады. Мақал-мәтелдерді қатыстыра отырып, шағын ой толғау жазады. Сабаққа кері байланыс. Бүгінгі сабақтан қандай жаңа ақпараттарды білдіңіздер және алдағы уақытта нені білгілеріңіз келеді? Осы сұрақтарға ойымызды жинақтап, қысқаша түрде жауап береміз. Үйге тапсырма. Ғаламтор немесе өзге басылымдардан мына тақырыптардың бірі туралы ақпарат жинап, кластер не сызба түрінде беріңіздер. Ежелгі музыкалық мұралар, қорқыт күйлерінің тарихы. Осымен бүгінгі біздің қазақ тілі сабағымыз аяқталды. Назар қойып тыңдағандарыңызға көптен көп рахмет. Келесі кездескенше аман, сау болыңыздар.